Адамзат өркениетінің ең биік сатысына көтерілген инновация ғасырында да қырғын толастар емес. Әлемнің даму бағыты тұрақсыз. Жер-жерде болып жатқан құбылыстар халықаралық қауіпсіздіктің бір бөлігі ретінде біздің елімізге де өз әсерін тигізбей қоймайды. Тәуелсіз тұғыры айқын ел болсақ та, ұлттық бірегейлікті толықтай жүзеге асырып, беріктігімізді бекемдеу заман талабы. Кез келген қиындықты жеңетін күш бірлік. Кеше елді ертеңіне сендіріп, жерді қорғау үшін бірлік қаншалықты қажет болса, бүгін сол мемлекет тұтастығына сыза түсірмей, сақтап қалу үшін де соншалықты қажет. Қазақстан атқа қонып, дүйім дүниенің дүбірлі додасына түсіп, ширек ғасырда мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін құрды. Экономика 20 есеге өсіп, бейбітшілік пен келісімнің керемет үлгісін қалыптастырды. Созидательные перемены на благо людей – вот мое понимание прогресса. При этом власть обязана слышать запросы людей, решать проблемы на местах, регулярно отчитываться перед гражданами. Не обещать, а делать. Такого правила должны придерживаться все члены правительства и акимы. Жемқорлықпен күрес өңірлерді дамыту, жастармен жұмысты күшейту. Қасым-Жомарт Тоқаев президент ретінде баса мән беретін 10 бағытты атады. Мемлекет пен қоғамның ортасындағы сауал-жауап диалогы, әлеуметтік дамудың жаңа кезеңіне жасалған қадам. Бастамалар діттеген межесіне жету үшін ең алдымен заң үстемдігі қажет. Жастарды қатаң түрде іріктеп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұратын тұрақты иммунитеті барларын қабылдауды міндеттеймін. Адал, тексерілген тәжірибелі қызметкерлердің балансы болуы тиіс. Бұл үлкен жауапкершілік. Мен министрлік басшылығына бұл мәселеге ерекше қарауды тапсырамын. Жалпы ішкі істер министрлігі мен оның бөлімшелерінің жұмысын жоғары бағалаймын. Полицияның қатардағы қызметкерлеріне ерекше алғыс білдіргім келеді. Олар күн сайын өз өмірін қауіпке тіге отыра халыққа көмекке келеді. Ішкі істер құрамы 150 мыңнан астам қызметкерден тұратын күрделі сала. Соның 80 мыңы тәртіп сақшысы. Қоғамдық тәртіпті күзетуге күн сайын 13,5 мыңдай адам жұмылдырылады. Елде соңғы 3 жылда қылмыс деңгейі 19%-ке азайған. Ішкі істер органдарын жаңғыртудың 2019-2021 жылдарға арналған жол картасы әзірленді. Соның негізінде жалпы жаңғыртудың 9 бағыты айқындалды. Жоспар жобасын талқылау кезінде азаматтардан 1000-нан астам ұсыныс түсті. 129 ұсынысты іріктеп алдық. Олар бойынша 28 шара жасалды. Бірақ бұл үлкен жолдың басы ғана. Бұл жоспарымыз 2019-2020 жылдарға арналған. Одан кейін де осы жұмысты біз жалғастырамыз. Реформа штатты оңтайландырып, полицияны өзіне тиесілі емес функциялардан арылтады. Сақшылардың санын 100 мың адамға шаққанда 471-ден 424-ке дейін төмендету тапсырылды. Бұл еуропалық орташа деңгейге сәйкес келетін көрсеткіш көрінеді. Нәтижесінде 16 миллиард теңге үнемделмек. Сол қаржы жалақыны көбейтіп, тұрғын үй мәселесін шешуге жұмсалады. Сонымен қатар жергілікті атқарушы органдармен бірге 7-20-25 бағдарламасы аясында қызметкерлерге жеңілдетілген ипотекалық несие бойынша бастапқы жарнаны ішінара субсидиялау мәселесі де қаралатын болады. Жаңғырту жұмыстарының сапасы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге тікелей әсер етері хақ. Осы реформадан ең бірінші ашықтықты, халыққа жақындықты, одан кейін адалдықты күтемін. Ол ашықтық дегеніміз, ол адалдықтың бастамасы, ол халыққа жақындықтың бастамасы. Бұрын арақашықтық үлкен болса, қазір енді біз етене араласып, халықпен бірлесіп, кейбір жағдайларда ол кісілермен ақылдасып, ортақ шешімге келіп жатырмыз. Заң үстемдігі бюрократиядан арылып, әділетті қоғам құрудан басталады. Қылмыстық құқықтық жүйе тек айыптап жазаламайды, керісінше азаматтардың құқын қорғап сақтайды. Қазір халықпен жұмыс істеуде полиция қарабайыр амалдардан арылып, жаңа форматтарды игеруде.
барлық мемлекеттік органдардың жұмысын халықтың сеніммен бағалау керек. Халық қалай айтады? Халық жақсы айтып бағалап жатса, әрине халық деген қазір деген соцсет бар, социальный сеттер бар, сол жақтан өз бағасын беріп жатыр ғой. Аға, өзіңіз тіркелдіңіз бе соцсет қайында? Бар, менде Фейсбукта бармын, Инстаграмда бармын. Бар жерде бармын, сұрақтар қойып жатады. Негізінде сәрсенбі күні ғана қабылдаймын график бойынша. Басқа кездерде жаңағы өткізіп алмайын деймін, ол қылмыстар өтіп кетпесін, кейін қиналып қалмайық деймін да, тез-тез шақыруға тырысамын. Шымкент қаласының Қазақстанның 3-ші мегаполис атанғанына тура 1 жыл. Жыл 12 ай табиғаты тамылжып, халық нөпірі қайнап тұр. Миллионер мегаполис тек елдің ғана емес, тұтас Орталық Азия өңірінің инвестициялар, технологиялар және интеллектуалды ресурстар тартатын орталығына айналады. 2020 жылға дейінгі даму тұжырымдамасы бекітілген шаһардың қауіпсіз әрі таза қалаға айналғанын ел экономикасына қаржы құйған ірі инвесторларда растап отыр. Қазақстан 50 бақуатты елдің қатарына қосылдық. Ал енді сонымен бірге елбасының үлкен бағдарламасы бар. 2050-ге дейін 30 бақуатты елдің қатарына қосыламыз деген. Көше тәртібі қандай көзге көрініп тұр. Жастар тәрбиелеуде мектептің жанына сол өз системасына қызметкерлерді қойып, олардың өз жастарды мысалға мұна проездың дейміз ғой, өткен сол жолдың бойында да сол тәртіпті уже басқа содан кейін жүргізушілер, водительдердің өзі де сол тәртіпке үйреніп, қазір өте керемет жағдай болып жатыр. Тәртіп бар жерде еңбек бар жерде тәртіп бар. Әлем картасында егемен Қазақстан пайда болып, тәуелсіздік тәжін киген 27 жылда еліміз көптеген позициялар бойынша ірі экспорттаушылар көшін бастады. Бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына қосылдық. Озық 30-дық пен иық тірестіру міндеті тұр. Межеге жету үшін елбасы инновациялық даму, жедел технологиялық жаңғыру және экономикалық өсімнің жаңа моделін құруды ұсынды. Заманауи бизнес модельдерді игеру жаһандық бәсекеге қабілеттілікті күшейтеді. Ал бизнес тек қауіпсіз елде ғана дамитыны белгілі. Кеңес үкіметі құлаған тұста тапсырыспен адам өлтіру сынды қылмыстар көп болды. Сол кездегі білікті іс кесушілердің арқасында барлық қылмыс ашылды. Оңай болмады әрине. Қазіргідей технологияда, техникада дамымаған еді. Ал қазір ел билігі мемлекетті қауіпсіз етуде аянып жатқан жоқ. Қауіпсіздікке тек полиция жауапты деп ойлау қате. Қауіпсіздікті біздер әрқайсымыз өзімізден бастауымыз керек. Сонда дау да, жау да болмайды. Қазақстан әлемдегі қауіпсіз елдер тізімінде 44-ші орында. Рейтингте әскери қақтығыстар, экономикалық даму, қоғам қауіпсіздігі, сондай-ақ табиғи апаттардың болу мүмкіндігі ескерілген. Тізімде 128 ел бар. Рейтингті Global Finance журналы құрастырып жариялаған. Көш басында Исландия, Швейцария және Финляндия тұр. Жалпы бір тұтас мықты мемлекет құрудың негізі таза, ашық, мобильді мемлекеттік аппарат. Ал оны қамтамасыз ететін заң үстемдігі. Бұл рейтингте қуатты қос көршіміз Ресей мен Қытайды басып оздық. 4 ауданда қалада жалпы 68 патрульдік учаскеге бөлгенбіз. 68 патрульдік учаскенің ішінен 2224 жаяу бағыт маршруттары бізбен қазіргі таңға жасалған. Қауіпсіздік квадрат бойынша жедел басқару орталығы мен сыртқы 479 бейне бақылау камералары орнатылған. Олардың барлығы көшелерде, аулаларда, қоғамдық орындар мен көше қиылыстарында орналасқан. Одан бөлек бізде 21 интеллектуалдық перекрестік бар, көше қиылыстары. Олды бізде үлкен септігін тигізуде, қылмыстың ізін суытпай ашуға бағытталған іс-шараларды атқаруда. Жедел басқару орталығы қаланың көз іспеттес. Тәулік бойы қызмет атқаратын полицияның кешенді күштерін басқарып ұйымдастырады. Жол қауіпсіздігін бұзудың, фото, бейне тіркеу және бақылаудың интеллектуалды жүйесі енгізілуде. Қазір мұндай орталықтар барлық облыс орталықтарында бар. Бұған қоса, республика бойынша криминогендік жағдайы қиындау шағын қалаларда биыл салынады деп жоспарлануда. 102 операторына қоңырау түскен сәттен бастап автоматты түрде электронды карта ашылады. Яғни 102 операторының хабарлама бойынша толтырылатын мазмұны, мән-жайы, уақыт сағаты, жәбірленушінің аты жөні міндетті түрде
карточкаға енгізіледі. Дер кезінде оқиға орнына полиция кешенді күштері жұмылдырылады. Полиция кешенді күштерінің оқиға орнына жетуі 5 минуттан 7 минутқа шейін белгіленген. Интеллектуалды жүйенің көмегімен еліміздің көшелерінде жасалатын қылмыстар 2, бұрын сотталғандар жасаған қылмыс 18, мас күйінде жасаған қылмыстар 10%-ке азайтты. Жалпы жыл сайын республика бойынша полиция көмегіне 5 миллионға жуық азамат жүгінетін көрінеді. Сол арыз шағымын арқалап келетін адамдарды қабылдау үшін жағдай жасалып жатыр. Басына іс түскен адамның проблемасын созбаққа салмай, заң аясында шешу керек. Ал ол үшін фронт офистер іске қосылып жатыр. Бұл халыққа сапалы әрі шұғыл көмек көрсетудің заманауи форматы және полиция жұмысын бағалаудағы критерийлердің бірі. 9 жыл бұрын бір машинамы сатып едім мен. Ол 9 жылдан кейін маған бір налог кеп тұр. Соны кейін налогыменен жаңағы налоговыйдың бастығына дейін барып, басқа салалардың барлығына барып, 2 жыл жүрдім. Ештеңке істемей, кірем, рахмет, ойбай барлығын істейміз, тындырамыз, жақсы қарып қыламыз, сіздің бинаңыз жоқ берді деп, маған көп нәрсені жақсылап айтып шығарып салады. Мұратбек ағамыз салықтың сайып қырандарына ренжулі. 24 ай бойы арыз шағымын созбаққа салып, нәтиже шығара алмаған. Соның салдарынан салық көлемі де өсіп, 58 мыңға жетіпті. Бұл 70 мың теңге көлемінде зейнетақы алатын ақсақалдың қалтасына салмақ. Мына папкада қарияның Елордаға дейін жазған хаттар сақтаулы. Ағайындарым айтты, ДВД-ға баршы. Қазір жаңа адамдар екен, жаңа тірліктер істеп жатыр екен, соның барлығын бір барып көрші деді. Шымкенттің бастықтары ұқсаған емес, анаяқта отырып, неге келдің деген дейтін адам емес. Қарасам, орнынан тұрып, жаңағы ақсақал деп амандасып, сөйтіп жатқан екен. Енді ішің жылыйды ондай адамдарды көргеннен кейін. Пәленше жыл жүрген, қиналып жүріп, әрқайсының кабинетіне кіріп жүрген нәрсемді жарты күнде шешіп тастағанына қалай алғысыңды айтарын деп өте қуанышты болып. Okay guys, let's start in English. I'm gonna explain how to contact with foreign people. For example, when you see Реформаның негізгі талаптарының бірі кадр әзірлеп, іріктеу. Ведомстволық білім беруді оңтайландыру нәтижесінде қазіргі қолданыстағы 12 оқу орнынан 5 академия қалады. Және негізгі іріктеу Ішкі істер министрлігінің ведомстволық оқу орындарында жүреді. Даярлау кезеңінде криминалдық полиция, тергеушілер жарты жыл, ал басқа қызметтер үшін 3 ай уақыт қарастырылады. Интеллектуалды білім берумен қатар үміткердің жан-жақты психологиялық, әлеуметтік портреті жасалады. Қазіргі уақытта ішкі істер органдарына 1200 үміткер алыныпты. Олар жаңа бағдарлама бойынша оқитын болады. Оқытушылар құрамы кіл мықтылардан жасақталған. Полицейлердің кезектен тыс аттестациясы өткізіледі. Себебі талап жалпыға ортақ. Заңнаманы білу деңгейі мен логикалық ойлау қабілеттері таразыланады. Мәншүк Саржанованың лақабаты снайпер. Ол Шымкент қалалық полиция департаментінің мақтанышы. Қызметке 2007 жылы қабылданып, содан бері қарудан түрлі қашықтықта атып, жаттығып жүр. 36 жастағы инспектор Қазақстан бойынша әйелдер арасында чемпион. Әзірге жеңісті жұлып алатын қарсылас жоқ деп қалжыңдайды. Қазақстанда мықты қыздар бізде өте көп. Жақсы қыз бар. Павлодардың қызы Айман деген өте жақсы атады. Сол МВД-дің атынан шыққан. Былтыр Алматының қызы жақсы атты. Жарыс болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады. Бірінші орын Қазақстан бойынша 2 рет мен алғам. Аттестация кезінде қызметкерлер қарудан атудан бөлек дене шынықтыру даярлығы бойынша да сыналады. Саптағы құрам 100% тапсырады. Бұл жол патрульдік полиция, көші-қон және күдіктілерді сот ғимараттарына жеткізетін қызметтер. Ал қалған қызметтердің 20 жылдан астам өкілдері бар мамандары дене шынықтыру даярлығы бойынша норматив тапсырудан босатылады. Жалпы сынақ физикалық, медициналық, психологиялық дайындық бойынша әзірленген. Сыннан сүрінгендердің теориялық білімі тәжірибеде 1 айдан кейін қайта таразыланады. Нормативті тапсыра алмағандар қызметінен кетеді.
бұл күнделікті жұмыста біздің полиция қызметкерлері өте керек. Бұл қылмыспен күресуде де, одан кейін қылмыс ашуда да, көшеде болып жатқан тәртіпсіздікті бәрін тоқтатуға біздің полиция қызметкерлері өз денсаулығына сенімді болу керек. Сондықтан осындай жаттығулар әрқашан болып тұрады бізде. Әрине одан кейін алдымызда аттестация бар, оған да дайындалып жатырмыз. Өткен аттестацияның кезінде біраз қызметкерлер дене жаттықпен онша айналыспағаны, кейбіреулер сырқаттау болды, содан өтпей қалды. Ал қазір мен ойлаймын, біздің қызметкерлер 100% дайын. Полиция жұмысын бағалаудың критерийлері өзгереді. Қоғамдағы қауіпсіздік деңгейінің көрсеткіштері халықтың сенімінің артуы басты бағдар болмақ. Осы жұмыстың аясында әлеуметтік зерттеулер жүргізілетін болады. Республика бойынша кез келген заң бұзушылыққа 0 төзімділік қағидаты қалыптасты. Істі ашу 70%-ке дейін көтерілген. Бұл жай ғана сан емес, балталасаң да өзгермейтін статистика. Бізді қызықтырған тағы бір жай. Полиция департаментінің басшысы көшеге шығып, жағдайды көзімізбен көрсек деген өтінішімізді бірден құптады. Себебі көп жағдайда емен есіктің ар жағындағылардан қандайда бір ақпарат алу журналист үшін оңай емес. Жақындатпайды, ал дәлізде кездесіп қалса, қашып ұстатпайды. Ауыр қылмыстардың бәрі ашылып жатыр. Ол жерде жаңа ашылмай қалған қылмыс жоқ. Біз енді біз кейгені келміз. Бұрын 10 жыл, 12 жыл бұрын болған қылмыстар, адам кісі өлтіру қылмыстары, соларды да ашып жатырмыз. Олардың үшеуін аштық, сотқа кетті, енді біреуі қалды, қазір сотқа кетеді. Бұл да шешімін табады деп ойлаймыз. Халықтың сенімі жұмысқа берілген баға, халықтың сенімі антқа адалдық, халықтың сенімі қорғаушы деген құрметті қызметтің мәртебесі. Полиция өзіміздің барлық жанақты орындап жатыр ғой. Бәрінен жақсы, көрінген шығар. Жаңғыртудағы 9 бағыттың өзектісі жемқорлықпен күрес. Себебі коррупция тұрақтылық пен қауіпсіздіктің басты жауы, іштен ірітеді, сырттан бүлдіреді. Бұл дерттің емі заң үстемдігі мен жемқорлыққа төзбейтін орта екені белгілі. Жалпы Қазақстан ТМД елдері арасында сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы заңды бірінші болып қабылдады. Альфаның кинология орталығына тіркеуге тұрғанына 3 ай. Оның бұйрықты бұлжытпай орындайтынын байқаған иесі осында өздері әкеп өткізіпті. Өкінбей, қайта иттерінің қылмысты ашуға тартылғанына мәз, азды көпті жетістігі де бар көрінеді. Кинологтар Альфаны жарты жыл мүмкіндіктерін байқап көрмек. Содан кейін ғана не есірткі, не қаруды іздеп табуға икемдейді. Начала заниматься дрессировкой. Көбейке бұйрықты үйретіп бастағанымызда бәрін бірден қағып алады. Адам көп жиналатын жерлерде өте сақ. Сондықтан оны үйде ұстамай қатардағы отан қорғаушы болсын деген ниетпен полиция департаментіне апардым. Ондағылар балаша қуанды. Сақшылар робот емес, адам екенін ұмытпауымыз керек. Олардың да анасы, баласы бар. Оларда да жүрек бар. Бүгінде азаматтардың санасында полиция жазалаушы емес, керісінше қиын жағдайда қорғаушың деген түсінік орнап келеді. Себебі жұрт қиналса, заты ұрланса, жалақысын ала алмай қорланса, пананы полициядан іздейді. Биыл тәуелсіз Қазақстан полициясының құрылғанына 27 жыл. 1992 жылы жоғарғы кеңес Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары туралы заң қабылдап, елбасы жарлығымен 23 маусым кәсіби мереке ретінде бекіді. Бұл құжат полицияның қызметі мен міндетін айқындайтын алғашқы құқықтық акт болып табылады. Азат мемлекет ретінде отауын көтеріп, тыңнан түрен салған еліміз үшін ел тұтастығы, құқықтық тәртіп, конституциялық талаптардың үстем құруы аса маңызды еді. Жалпы тәуелсіздік жылдары 779 полиция қызметкері қызмет бабында қаза тауып, 2,5 мыңға жуығы жарақат алған. Күні түні осы тыныштық болсын деп жұмыс жасап жатырмыз. Енді біздің кемшіліктеріміз де бар шығар. Осы реформалар сол үшін жүріп жатыр. Менің ойымша, егер біз осы халықтың елін деп күн түн жұмыс жасақ, кемшіліктерімізді жойсақ, осы халыққа да риза болатын шығар деп ойлаймын. Тәуелсіздікке қол жеткізу қиын, ал оны ұстап тұру одан да қиын. Бұл жер бетінде өмір сүрген талай халықтың басынан өткен тарихи шындық.
саяси алауыздық, әлеуметтік шиеленіс салдарынан тоз-тозы шығып босып жойылып кеткен елдер көп. Саяси, экономикалық, рухани дағдарыс құндылықтарды құлдыратты. Өзгенің қателігі сабақ, жұтылмаудың жалғыз жолы, бір мүддеге топтастыратын ұлттық идея. Ерлік пен елдік қасиетіміздің өзара тығыз бірлігі ұрпаққа, ұран, ұлтымызға ұйтқы.